Манал есімді бір ер адам терең ұйқыдан оянды. Теледидардағы жаңалықтар жаңа вирус туралы тағы да хабар таратып жатыр. Оған әлі тиімді ем табылған жоқ. Ол Еуропаның көптеген бөліктеріне тарап кеткен. Манал бұл сияқты тақырыптарға әбден үйреніп қалған. Ол әрқашан бұл жаңалықтар өзінен өте алыс сияқты сезінетін. Солай болды да, осы таңертең супермаркетке барғанша, ол әдеттегіден әлдеқайда көп адамдардың қор жинап жатқанын көрді. Вирусқа байланысты үрейдің тарап жатқаны байқалады. Бірақ Манал бұл шуға қосылмады. Ол жай ғана мысық тамағының бір пакетін алып, үйіне қайтты. Теледидардағы жаңалықтар жағдайды үздіксіз жаңартып отырды. Енді оның өз елінде екі жағдай расталған. Түнде Манал әдеттегідей әпкесі Белинмен видео қоңырау шалды. Әпкесінің бетінде әдеттен тыс байыпты көрініс бар еді. Ол үлкен жаңалықты естіген. Манал түні бойы ұйықтамай шықты. Оның бұрын өте бақытты отбасы болған. Бірақ кенеттен болған автокөлік апаты бәрін өзгертті. Ол әйелінің өмірін бір сәтте алып кетті. Егер аурухана тікұшақ жібермесе, Манал да тірі қалмас еді. Ауруханадан шыққаннан кейін оның қалған жалғыз отбасы мысығы Люк Лоу болды. Егер ол Канар аралдарына қауіпсіздік үшін баратын болса, Люк Лоуды ешқалай тастап кете алмайды. Көп ұзамай Манал Люк Лоумен бірге отыру залына келді. Бірақ ол тіркеуден өтіп жатқан кезде бәрі тоқтады. Экранда кенеттен барлық рейстер тоқтатылғаны жарияланды. Сосын барлығының телефондары бір мезгілде шырылдады. Бұл үкіметтің төтенше жағдай туралы дабыл хабары еді. Уақытша төтенше жағдай жарияланды. Бір жолаушы мүлдем есінен айырылып, тексеру пунктінен күштеп өтуге тырысты. Қауіпсіздік қызметкері тоқтатуға тырысқанда, ол қызметкердің белінен тапаншасын жұлып алды. Енді жұрт ресми түрде дүрлікті. Адамдар толқын сияқты әр бағытқа бытырап қашты. Манал жұрттың соңынан еріп, әуежайдан шығып кетті. Бірақ үйге қайтар жолда ол көлік кептелісіне тап болды. Қалаға кіретін және шығатын жолдар толығымен көлікке толы болды. Ол кептеліс жақын арада қозғалмайтынын түсінді. Сондықтан көлігін жолдың шетіне қойып, Люк Лоумен бірге үйге қарай жаяу жүріп кетті. Түн түскенде Манал өз ауданына жетті. Жанынан жедел жәрдем дауысы шыңғырып өтіп бара жатты. Ол қарап қалды да, көршісінің үйін әскерилер қоршап тұрғанын көрді. Карантиндік туннель тікелей үйдің есігіне апаратын. Манал мүлдем шатасып қалды. Кенеттен көршісін мүлдем есінен айырылған күйде көрді. Сол адамды екі әскери екі жағынан сүйреп, фургонға салып жатты. Үйіне оралған соң Манал жүрегінің дүрсілдеуін тыныштандыра алмады. Ол Маналға ішкі ақпаратты бөлісті. Вирусқа қарсы күресу үшін үкімет карантиндік аймақтар құрып жатыр. Олар барлық тұрғындарды тығыз лагерлерге көшіргісі келеді. Бірақ әскерилердің көбі бұл жоспарға қарсы. Олар тығыз жерлердің қаншалықты қауіпті екенін біледі. Ол Маналға не болса да үйде қалуын өтінді. Қоңырауды аяқтаған соң Манал қор жинауға шығуды шешті. Бірақ ол жалғыз емес еді. Сөрелерді тонаушылар әлдеқашан тазалап тастаған. Манал бірнеше консерві тағамды әрең ала алды. Үстінен жойғыш ұшақтардың дауысы шыңғырып өтіп бара жатқанда жүрегі су ете түсті. Ол бірден көрші жандағы жанармай бекетіне жүгірді. Дүкен бірнеше күн бұрын жабылған еді. Ішінде әлі біраз тамақ пен су қалған. Ол заттарын жинап жатқан кезде бір полицей жүгіріп келді. Оның қолы қан, жарақаттанған. Ол Маналға назар аудармады да дүкенге кіріп есікті құлыптады. Сосын тағы бірнеше тұрғын үрейленіп айқайлап жүгіріп өтті. Кенеттен еш жерден бір көлеңке секіріп шықты. Ол артта қалған полицейді құлатты. Манал инстинктивті түрде көмектесуге ұмтылды. Ол темір таяқ ұстап алды. Бірақ шабуылдаушы оған қарай ұмтылды. Кенеттен атыс дауысы шықты. Жерде жатқан жаралы полицей өз қаруынан оқ атты. Дүкен ішіндегі полицей де біртіндеп құбыжыққа айнала бастады. Маналға әлем тым жылдам ыдырап жатқандай көрінді. Ол рюкзагын алып, бірден сол жерден кетіп қалды. Үйіне оралған соң ол әпкесінің кеңесіне құлақ асып, үйі мен ауласын әрбір миллиметріне дейін нығайтты. Тіпті кіреберіс есікке бейне бақылау камераларын орнатты. Сол түні ауданға әскерилердің бір отряды кірді. Олар әр үйдің есігін қағып, тұрғындарды белгіленген карантиндік аймаққа апаруға жинап жатты. Манал еденге еңкейіп, мүлдем қозғалмады. Әскерилердің есігін қанша қаққанына қарамастан, олар шаршап, келесі үйге өтіп кетті. 2 аптадан кейін Манал әрең тірі қалып жүр.
Күн панелінің көмегімен өмір сүріп жатыр. Бірақ азық-түлік қоры түгел таусылған. Оған шығып, қор жинауға мәжбүр болды. Манал бұрын қатты сүңгуір болған. Ескі сүңгуір құрал-сайманы қайтадан пайда болды. Ол гидрокостюмін киіп, қол-аяғын қосымша қорғаныспен нығайтты. Енді жұқтырғандарға тап болса да, қарсы тұруға мүмкіндігі бар еді. Өкінішке қарай, ол бірнеше көрші үйді аралап шықты, бірақ ештеңе таппады. Сосын есігі ашық тұрған бір пәтерге кірді. Манал күтпеген жерден Габриэлла есімді қарт әйелге тап болды. Бір жағынан ол сал болып қалған екен. Қызы алыс жерде тұрады. Эвакуация кезінде бәрі оны өз бетімен қалдырып кеткен. Манал Габриэлланың басынан өткергендеріне өте қатты өкінді. Бірақ оның өзіне де артық тамақ жоқ еді. Габриэлла жай ғана күлді. Ол бұл ауданның әрбір бұрышын біледі екен. Габриэлланың нұсқауымен Манал үлкен қор тауып алды. Тіпті өзінің сүйікті түрдегі мотоциклді де тапты. Енді ол әлдеқайда алысқа барып көбірек ресурс жинай алады. Өмір екеуі үшін де біртіндеп жақсара бастады. Манал енді серігі болғанына өте жақсы сезімде болды. Олар вирус басылып, жағдай тұрақталғанша күте тұруға болады деп үміттенді. Бір түні Габриэлла Маналға радионы қосуды өтінді. Статикалық шуылдан әйел дауысы естілді. Ол үкіметтің карантиндік аймақтары толығымен бақылаудан шығып кеткенін айтты. Егер әлі тірі адамдар болса, Рио-де Мароспортына келсін. Ол қайықпен аман қалғандарды Канар аралдарына апарады. Маналдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Ол жерде әпкесі бар еді. Ол екеуі бірге сол жаққа баруды шешті. Келесі таңертең Манал заттарын жинап, Габриэлланы алуға барды. Бірақ оки-токи екінші жағынан үнсіздік болды. Маналдың жүрегіне жаман сезім келді. Ол тез арада оның үйіне жүгірді. Үстел үстінде жазба тұрды. Сен ұзақ және бақытты өмір сүре бер деп үміттенемін. Габриэлла өз өмірін қиып, Маналға ауыртпалық болмау үшін осылай істеген. Манал жүрегі ауырып, назарын жоғалтты. Қайтар жолда кенеттен бір жұқтырған адам оны жерге құлатты. Манал өмір үшін күресті. Автокөлік есігін пайдаланып, оны ығыстырды. Қобыжық қайта ұмтылғанда Манал гарпун мылтығын алып, оны өлтірді. Үйіне оралған соң ол жебелерінен қанды тазалады. Бәрін дайындап алғаннан кейін Манал мотоцикліне мініп портқа қарай бет алды. Бірақ алдымен жақын маңдағы карантиндік лагерге соқты. Тосқауылдар әлі тұр, бірақ шатырлар мүлдем қираған және бос. Радиодағы дауыс өтірік айтпағаны анық болды. Канар аралдарына жету енді оның жалғыз нұсқасы. Таудағы өткелден өтіп бара жатқанда екі жақтан жұқтырғандардың тобы лап қойды. Манал газды басып, суық терге түсіп кетті. Кездейсоқ тағы бір уақытша қонысқа келіп қалды. Манал тәуекел етіп, лагер арқылы тікелей өтіп кетуді шешті. Бірақ шатырлардан тағы да көп жұқтырғандар лап қойды. Енді ол мүлдем үрейленіп, хаос ішінде теңселіп келе жатты. Кенеттен алдынан үлкен мәйіттер үйіндісі шықты. Үрейден Манал мотоциклмен құлады. Жұқтырғандар жақындап келе жатты. Мотоциклі ең қажет кезде тоқтап қалды. Басқа амал жоқ, ол мотоциклді тастап, өмір үшін қашуға мәжбүр болды. Бақытына қарай, порт бұл жерден алыс емес еді. Манал мысығы Люкулоуды құшақтап алды. Аяқтары жүгіруден әрең шыдап тұрды. Ақыры ол негізгі кіреберіс қақпа арқылы өтіп кетті. Бірақ шыны есік тым әлсіз еді. Жынданған жұқтырғандар оны тез сындырды. Манал бірден қауіпсіздік қоршауының ішіне сырғып кірді. Зомби тобынан әрең құтылды. Бірақ Манал тойлап жатқан жоқ. Айлақ қайықтарға толы, бірақ бірде-бір тірі адам көрінбейді. Радиодағы мейірімді жан кетіп қалған ба, әлде өлтірілген бе, ол білмейді. Манал қазір ол туралы ойлай алмайды. Ол жай ғана кездейсоқ бір жылдам қайықты алып, Канар аралдарына бет алды. Жолда бірнеше аударылып қалған қайықтарды көрді. Сол жолаушылар не бастан өткергені елестету қиын. Кенеттен жылдам қайықтың қозғалтқышы тоқтап қалды. Манал пропеллерді судан шығарды. Қалай болғанда да пышақтарға бір мәйіт шырмалып қалған екен. Жүрегі тас төмен түсті. Теңізде қалған күйі өлетін бекен. Сол сәтте алыстан үлкен кеме көрінді. Манал қолын жынданып сияқты бұлғады. Көп ұзамай олар оны көтеріп алды. Кеме иесі Бушерков есімді шетелдік болып шықты. Екеуі тек аудармашы арқылы сөйлесе алды. Бірнеше оғаш сұрақтарға жауап бергеннен кейін аудармашы Маналды қонақ бөлмесіне апарды. Манал кемеде басқа тірі адамдардың жоқтығына таң қалды. Бушерковтың бет әлпеті өзгерді. Ол Маналдың бірінші адам екенін айтты. Сол түні Манал бір отбасының кіші қайықпен көмек сұрап келгенін көрді. Келесі күні ол Бушерковтан кеше біреуді құтқарды ма деп сұрады. Бушерков оған ешқандай сұрақ қоймауды бұйырды. Манал күмәнданды. Ол жалғыз кеменің шетіне барып тұрды. Кешегі қайықтың кемеге көтеріліп алынғанын көрді. Жақын тұрған экипаж мүшесі бір рюкзакты ақтарып жатты.
Манал оның қарақшы кемесінде екенін түсінді. Манал Претингоны, аудармашыны, тыныш жерге алып барып, жігіттің мәжбүрлеп істеп жүргенін болжады. Екеуі бірге қашуды ұсынды. Ол жақын жерде тікұшағы бар аурухана бар екенін біледі. Претинго бұрын украиналық өрт сөндіруші ұшқыш болған. Олар тікелей Канар аралдарына ұша алады. Бірақ Претинго оны бірден тоқтатты. Өзі тірі қалғысы келсе, қиындық тудырмауды ескертті. Маналға жалғыз қашуды жоспарлаудан басқа амал қалмады. Сол түні ол заттарын жинады. Каютадан сығалап шығайын деп тұрғанда, ақ есіктен үнемі адамдар кіріп шығып жүргенін есіне алды. Қызығушылықтан Манал тыныштықпен ішіне кірді. Кеше көмек сұраған отбасыны тапты. Бірақ екі әйел жоқ болып шықты. Ол тез арада олардың қол-аяғын шешуге ұмтылды. Әке жылап әйелі мен қызын құтқаруды қалады. Бір сәттен кейін күзетші келді де, әкесін атып тастады. Манал өзін өлді деп ойлады. Кенеттен Претинго оларға қарай келе жатқанын көрді. Күзетші абдырап қалды. Претинго күтпеген жерден күзетшіге шабуыл жасады. Манал тұрып қалды, мүлдем таң қалған күйде. Претинго күзетшіні өлтірді. Бір жағынан ол ойын өзгерткен. Енді Маналмен бірге қашады. Екеуі түнгі қараңғылықта кеменің шетіне барып, жылдам қайыққа отырды. Бірақ күзетші оларды байқап қалды. Манал қозғалтқышты іске қосуға асықты. Претинго қарумен жауап берді. Бірақ өзі қолынан оқ тиіп жарақаттанды. Бақытына қарай, қайық атыс аясынан шығып кетті. Манал қайықты жағаға тоқтатты. Жаралы Претингоны тұраққа апарды. Біраз іздегеннен кейін жұмыс істейтін көлік тапты. Манал Претингоны ауруханаға қарай зулады. Егер жарасы тез емделмесе, дос өледі. Екеуі қаңырап бос жолдармен өтіп бара жатты. Қала алыстан мүлдем өлі сияқты көрінді. Ақыры ауруханаға жетті. Манал тікұшақ алаңында тікұшақтың жоқтығын көріп, қатты қынжылды. Сол кезде шуылды естіген жұқтырғандардың тобы лап қойды. Манал олардың бәрін оқпен жайратып тастады. Әкесімен қайта қосылу арманы тағы да сынды. Ол алдымен Претингоның жарасын емдеуге кірісті. Дезинфекциялық затты дайындап жатқанда желдеткіш құбырдан балалардың дауысы естілді. Манал қызығып, дыбыс шыққан жерге барды. Расында да екі бала жасырынып тұр екен. Сол сәтте артынан бір жұқтырған адам келіп қалды. Манал бұрылып, гарпун мылтығымен оны құлатты. Бірақ шу көп шықты. Ол үлкен топтың келуіне себеп болды. Манал операция бөлмесіне қайта жүгірді. Бірақ жаралы Претинго жоқ болып шықты. Жұқтырғандар есікті бұзып кіруге жақындап қалғанда, бір медбике желдеткіш құбырдан шықты. Манал бірден ішіне секірді. Осылайша қуғыннан құтылды. Ауруханада қауіпсіз аймақ бар екен. Сестра Сесилия мен медбике Люси балалармен бірге осында жасырынып жүрген. Претингоны олар әкеліпті. Жарасы ауыр, тез операция жасау керек. Көп ұзамай Люси оқтан тазалап алды. Манал тікұшақ қайда кеткенін білуге асықты. Люси оны шатырға алып шықты. Тікұшақ аурухананың артқы ауласында тұратын болып шықты. Мәселе барлық кіреберіс жұқтырғандармен бітеліп қалған. Манал үмітін үзбеді. Ол бірнеше рет аула орналасуын барлап шықты. Кенеттен қарулы бір топ адамды көрді. Олар пират кемесінен келген Чикаго бандасы екен. Манал тікұшақты алып, тез кетуді ұсынды. Люси бірден келісіп, басын изеді. Олардың қоры да таусылып қалған. Топ абайлап дәліздермен өтті. Бір есік құлыпталып тұр екен. Манал өрт балтасын алып, құлыпты сындырды. Бірақ есік ашылған сәтте ішінен жұқтырған адам лап қойды. Сестра Сесилия бірден жерге құлады. Топ бірігіп қобыжықты жойды. Бірақ Сесилияның тістелгенін түсінді. Олар оның айналып бара жатқанын көріп, қараңғылыққа жоғалып кеткенін ғана бақылай алды. Люси жүрегі ауырып тұрды. Бірақ оның әлі маңыздырақ міндеті бар еді. Көп ұзамай ол топты артқа аулаға апарды. Терезеден қарағанда аула жұқтырғандарға толы екен. Манал батыл және ессіз идея ойлап тапты. Ол металл сөрелерді біріктіріп, қорғаныс шеңберін жасады. Барлығын ішіне тығып, жарты жолға дейін тыныш өтті. Жұқтырғандар байқап, лап қойды. Бірақ металл қоршау оларға нақты зиян келтірмеді. Манал үстіне шығуға тырысқан зомбилерді ұстап тұрды. Сонымен қатар ауыр құрылғыны алға итеріп отырды. Ақыры тікұшақ алаңының қақпасына жетті. Люси құлыпты күшпен сындырды. Топты тез алаңға шығарды. Олар металл сөрелерді қалдырып, кіреберіс жолды бөгеді. Претинго тікұшақ кабинасына секірді. Манал темір қақпаны жауып үлгерді. Бірақ зомбилердің қабырғадан өрмелеп шығуын тоқтата алмады. Ол қоршалып, құтыла алмай қалғанда Бушерков пен оның адамдары аулаға лап қойды. Олар қақпадағы зомбилерді тез атып тастады. Сосын қаруларын тікұшаққа бағыттап, Претингоны шығуға бұйырды. Манал ұшқышына жасырын белгі берді. Ол артындағы тағы бір темір есікті ашып жіберді. Үлкен зомби тобы лап қойды.
Манал есіктің артына тығылып, үй Чикагоның бүкіл тобы жұқтырғандармен жойылғанын күтті. Бретенгі қозғалтқышты дер кезінде іске қосты. Енді жұқтырғандардың көбі қарулылармен айналысып жатты. Манал балтасымен қалған бірнешеуін өлтірді. Бір үлкен секіріспен тікұшақтың арқанына жармасты. Миллиондаған өлім қаупінен кейін топ жаңа баспанаға қарай ұшып бара жатты. Бірақ Канар аралдарына жақындаған кезде Маналдың телефоны сигнал ұстады. Ол әпкесінің қоңырауын тез көтерді. Бірақ әпкесінің дауысы мүлдем үрейлі еді. Ол Маналға жақындамауды өтінді. Канар аралдары да вирусқа түсіп қалған екен.